Ассалаумағалейкум. Темірлан айтып жатқан роликті сен көрдің бе өзің әлеуметтік желіден? Мен көрген жоқпын, ол туралы мен ештеңе айта алмаймын. Негізі мен не айтқым келеді? Бір жерден біреумен видеода көреді ғой, ол немене айтады ол? Сразу қоса салады, ол немене айтады? Мен соны түсінбей жатырмын, шыны керек. Негізі ол, онда тұрған не бар? Бір-бірімен контент түсіреді. Мен де білмеймін, Сандуғаш ханыммен де контент түсірдім, Жана ханыммен контент түсірдім. Енді бізді қосу керек қой, мен соны түсінбей жатырмын. Мүмкін Жана ханымда сізге деген сезім бар шығар. Ой, қазір қайтадан шығады. Бұл үйленбеген 33 жас жігіт, мен кәрі кемпірмін, зачем деп шығады жас баланы айналдырып. Жоқ, өзінің үміткерін күтеді, мен өзінің үміткерін күтемін, бұл өзінің үміткерін күтеді. Біз қоспаңыз. Аллаға шүкір, мен үміткерім. Тем более үміткері бар бұл кісінің. Бұл менен жас, әлдеқайда. Бұл 33-тен, мен 48-ден, 49-дан почти. Ол қайда ше бұл? Негізі әлеуметтік желі. Жаңа Темірлан бір ролик жайлы айтып қалды, Гүлвира келеріңіз жайлы. Өз ойында айтып жүрсен. Өз ойым бұл жерде тағы да қайталап айтамын. Менің өз үміткерім бар. Өз үміткерім күтіп отырған. Елдің талқысына қалды. Бұл жерде ешқандай ұятсыз видео болған жоқ. Диас, сен қалай ойлайсың? Так, өте дұрыс. Контент дейді. Қайтып мен Контент видео түсіп көрмедім. Шығарсыңдаршы. көрмедің ба? Көру керек. Қызыңыз маған бұлар. Көрсең, мен ойымша Темірланмен келісесің. Көреміз. Оны алды. Қалай? Үміткерің келіп жатыр. Бірақ та Темірлан бір ролик жайлы айтып қалды, жалпы өзінің ойын. Олар егер олар дәл солай ойласа, арасында бір нәрсе бар деп сенген болса, демек біз өзіміздің ролімізді видеодағы күшті алып шықтық деп ойлаймын. Ол жай ғана образ, жай ғана контент. Корейский дорамадан алынған үзінді ғой негізі. Мен өзім дорамаларды көп қараймын, жақсы көремін. Сондықтан бір сондай үзінді түсірген болатынбыз. Мен кеше де айтып кеткен өзі, онда тұрған еш нәрсе жоқ, ол жай ғана контент жанымызда. Қалайсыз? Жалпы болып жатқан тақырып жайлы ойыңыз қандай? Контент деп жатыр біреу досым. Нормально сияқты ол өмірге жеңіл қарау керек қой. Қиындатып, зачем бұның барлығын? Келеді үміткер, онда үміткер келеді, олар жабысып жұмыс істеп жоқ қой, просто контент түсіреді и все. Нұра, жалпы болып жатқан тақырып жайлы өз ойын айтып кетсең. Видеоны кеше көрген, өте бір жақын, бір жампас, мен үшін өте ерсі бір. Бірақ та екеуі де контент деп жатыр ғой. Білмеймін, енді контентте де бір шек болу керек деп ойлаймын. Маған өте ерсі, білмеймін, жамбылдың үміткері бар, неге сондай тірлік істеді, түсінбедім. Мен қолдамаймын, түсірмеңдер сондай контент. Мүлде мен осындай контент ешқашан түсірмеймін, маған ол өте жаман кетеді. Ислам, сен жалпы не ойлайсың? Жалпы негізі мен ойлаймын, қызға қырық үйден тиіп өсірген қазақ ар, ұят, ождан деген нәрсені мына арадағы бір қыздан үйренген жоқ. Мына жердегі жігіттермен құшақтасып, қол ұстасып видеоға салып жүр. Бұл жердегі жігіттер оған дос емес, туыс емес, ағасы емес деген сияқты. Ол бөтен жігіттер да. Меніңше қыздарды сәл қазақилыққа тән өзінің биязылығын сақтаған дұрыс деп ойлаймын. Сен ойың қандай? Ситуация туралы ма? Бағана айтып кеткенімдей, мен мүлдем қарсымын контент түсіруге негізі. Себебі үміткерге жігіт уважение болу керек. Хотя бы ладно, ұлдардың бастары істемейді шығар, бірақ қыздарда бас бар ғой. Кішкене ойлану керек та, мен осында отырып қандай пікір айтам, и сыртқа шыққанда мен не істеп жүрмін деген нәрсе ғой. Жоқ, Жанерке сен неғып ойлайсың, ұлдардың жігіт ойлар жоқ деп. Сен дұрыс емес деп айтпадың деп ойлаймайсың ба? Бәлкім ол қыздың талабынан болған шығар, бәлкім қыз оны может хотела айтты. Білмеймін, мен ұлдарды ғана көрдім. Контент түсірейік деп соған қыздардың барлығы, давайте деп сөйтіп жүр ғой. Сол кезде стоп қойса болады. Сен айтпай ақ қойшы, сен білеміз ғой, кіммен түсірген, кіммен, немен түсірген.